Қазіргі қазақстандықтардың 35%-і тез даярланатын тағамдарды тұтынуға құштар. Бұған бір жағы уақыттың тапшылығы, жұмысбастылық себеп болса, екінші жағынан халық дәл осы жолмен қаржысын үнемдейтін көрінеді. Дегенмен аталмыш өнімдердің денсаулыққа зиян екендігі нақты дәлелденіп отыр. Қазіргі қарбалас заманда қазанды күзетіп аз пісірудің өзі уақыт талап етеді. Осылай асығып жүріп, татымсыз тағамды да қаужай салатын шығарсыз. Бірақ сол суға салса пісіп шыға келетін кеспелер жалпақ тілмен халыққа роллтон, бигбон, мастерка атауларымен танымал сұйық тағамдар құрамындағы қоспалар бара-бара миға жиналып, ісік туындауына себепкер болатынын біле бермейміз. Қарапайым қамырдан төнетін не қауіп бар деп жүргенде, ағзаңыз сіз үшін күресіп бағуда. Бұндай кеспелерден асқазан ойық жарасы бар адамдар, балалар мен жүкті әйелдер бас тартқаны дұрыс. Тез дайындалатын кеспенің тарихы Жапониядан басталғанымен, сол елдің өзі жартылай фабрикаттарды пайдалануды құп көрмейді. Сырттан келгенмен қоймай, ауруға апаратын асты тұтынатын көбіне студенттер екені мәлім. Жалпы ғалымдардың зертханалық жұмысының нәтижесіне жүгінсек, көптеген өнімдердің жарнамасы мен жасалу тәсілінің арасында алшақтық барын байқаймыз. Тіпті отандық дүкендердегі табиғи шырын деген жазбасы бар сусындарда ойлау жұмысын тежеуге соқтыратын қоспалар көп. Америкалық ғалымдардың айтуынша, тәтті сусындарды көп ішетін адамдарда бүйректің созылмалы ауруына шалдығу қаупі көбірек. Осыған орай 2000 және 2004 жылдары 3003 адам қатысқан зерттеу жүргізіліпті. Олардың барлығы сауалнамаға қатысып, қандай өнімдерді жиі қолданғандығын көрсетіп жазған. Сол сәттен бастап олардың денсаулығына 9 жыл бойы бақылау жүргізілген. Нәтижесінде 185 адамда бүйректің созылмалы ауруы анықталған. Жеңсік астың орнын жылдам тамаққа ауыстырған жастардың тез дайындалатын кеспелердің орнына дақылдар мен ботқаларды, тіске басар тәттілерді емес, жеміс-жидектерді, самсаған сусындардың орнына қарапайым суды тұтынғаны тиімдірек екендігін мәлімдейміз. Сіздермен бірге болған аксиома, дәлелдеуді қажет етпейтін ақпараттар легі.